Әке деген кім? Аяқ киімін киіп, үлкендігінен сүрініп жығыласың. Көзілдірігін тағып, мен әкемін дейсің. Мәшинесінің кілтін қоймай сұрап алып, рөлге қолың тигенде өзіңді үлкен сезінесің. Болмайтын сұрақтар қойып мазалайсың. Жұмыстан шаршап келгенде алдынан шығып, маған не әкелдіңіз дейсің. Күннің ыстық суығымен жол кептелістері болса да, дүкенге шығып, өтінішіңді орындауға тырысады. Өзге балалардың алдында оны мақтан етесің. Ал бүгін ескі мода деп киген аяқ киімін кимейсің. Көзілдірігіне мүлде көз салмайсың. Кезінде достарыңның алдында мақтанған киімдерін, тұтынған заттарын, мәшинесін қазір менсінбейсің. Жүріс тұрысын, қылықтарын жақтырмайсың. Оны достарыңа көрсетуге намыстанасың. Кешіксең уайымдайды, уайымдағанын саған білдірмейді. Телефон соқса ренжейсің. Кеш келсең жанашырлықпен ұрсат. Жауап қайтарасың. Даусыңды көтересің, үнсіз қалады. Сенен қорыққаннан емес, күтпеген соққы алғандай әсерде қалады. Кеше бал едің, мойнына көтеретін, бүгін сен одан биіксің. Кеше сөздерден қателесіп, әріптерді шығара алмайтын едің. Бүгін әкеңді сөзден шатастырып, сөз қайтарасың. Алдын орайсың. Ұмыттың, қанша жиренсең де ол сенің әкең. Балалығыңды, білместігіңді, тентектігіңді көтеретін. Бүгін оның қарттығын, аурушаңдығын көтер. 9 ай бойы дүниеге келгеніңді күткен еді. Туылғаныңда қуанышпен қарсы алып еді. Енді оған қабақ шытып, кетуін қалау көргендігіңнің дәлелі емес. Болып толып, өскендігіңнің белгісі емес. Байқа, әке шешеге не істесең, бала шағаң саған соны істейді. Адам атанаға көрсеткен ісінің пайда зиянын бұл дүниеде көрмей өмірден өтпейді. Өміріңе адам болып келетін, ішіңе жылан болып кіретін. Жүрегіңді пышақ болып тілетін, қасыңда түлкі болып жүретін. Байығанда бірге өмір сүретін, ақшаң шықта үстіңнен күлетін. 200-лерден Құдай сақтасын, артыңнан итше үретін. Бұл жалғанда таза жолды таңда, мүмкіншілік келеді әрбір жанға. Өкінбе сен өткен іске күйіп, еңбегіңді елің үшін арна. Жалқау болма, қайрат күшің барда, өмір жарыс сапарыңнан қалма. Адам үшін үлкен жеңіс осы, пайдаң ғана тисе әрбір жанға. Өкінбе сен өткеске қалған. Қу дүниеге беріліп байланба. Білім алып таңды жалғап таңға. Бастаған жолыңнан ешбір қайма, із қалдырған жүректе нұр барда. Ашылса Ғалия магазин бар. Соғыз елін бересіңші. Қалай тайғаға? Жестем. Деп жазылған ба сенде? Жоқ, просто Ғалия ғой деп.
Сауын. Сау дөңке. Женщина уйдет, это стресс для мужчины же, правильно будет? Ну, это будет для него очень страшный стресс. Но это... Мужчина может очень сильно страдать. Но не может, он будет страдать. Просто я слышала, что мужчина может измениться в двух случаях, когда он влюблен и когда он что-то потерял. Мужчина может измениться, когда рядом мудрая женщина. Она всегда может сделать из него великого героя. Важно просто понять, как это сделать. Как донести до мужчины. То есть Нағыз дос мерейіңді өсіреді. Нағыз дос қателессең кешіреді. Дос қадірін білмеген босқа күнін өткізіп барлығына